саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 157 сабақ. Сабақтың тақырыбы құрама есептер шығару. Сабақтың мақсаты айнымалысы бар өрнектер мен теңдеу түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген қарапайым есептерді шешу. 3 амалмен шығарылатын есептерді шамалар арасындағы тәуелділікке құрылған жай есептердің түрлі комбинацияларын модельдеу және шығару. Олар оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Өрнектердің мәнін тап, дұрыстығын тексер. Өрнектердің мәнін өсу ретімен қойып, қандай мақал жазылғанын анықта. Мақалдың мағынасын түсіндір. 980 бөлу 2 бөлген кезде теңдігі 490. Оның төбесінде алақанның деген сөз тұр. 149-ды көбейтеміз 4-ге, теңдігі 549. Аясы 276-ны 3-ке бөлеміз 92. Ол жерде ана деген сөз тұр. Енді астындағы 326-ны 3-ке көбейтеміз, теңдігін табамыз. 405-ті 2-ке көбейтеміз, өрнектің мәнін табамыз. 145-ті 5-ке көбейтеміз. Өрнектің мәнін тауып, өрнектерді тауып болғаннан кейін өрнектерді мәнін өсу реті бойынша қойып шығамыз. Сол кезде мақалдың қалай жазылғанын анықтаймыз. Бұл жерде біз көбейткен кездегі ең үлкен өрнектің мәнінен бастап қойып, қандай мақал шығатынын оқи аламыз. Балалар, екінші тапсырмаға қараймыз. Есептерді шығар. Бағанды аналар мерекесіне арналған концертке сахнаны безендіру үшін әр қайсысында 25 данадан 8 қорап шар өрленді. Әр қайсысында 15 данадан 5 қорап жалау пайдаланылды. Безендіруге барлығы неше шар мен жалау пайдаланылғанын табуымыз керек. Бұл жерде 25 данадан 8 қорап шардың қанша екенін табу үшін 25-ті 8-ге көбейтіп аламыз. 25-ті 8-ге көбейткенде 200 болады. Енді 15 данадан 5 қорап жалау. 15-ті 5-ке көбейткенде 75. 200-ді 75-ке қосамыз. Сонда 275. Безендіруге барлығы шар мен жалауды қоса алғанда 275 шар мен жалау пайдаланылды. Сонда 200 шар, 75 жалау болды. Ал енді әсіне қараймыз. Көркем еңбек сабағында сыныптағы 30 оқушының әр қайсысы 3 ашық хаттан және 1 қобдишадан жасады. Оқушылар барлығы неше сыйлық жасады дейді. Сонда бір оқушы 3 ашық хат және 1 қобдиша. 3-ті бірге қосып аламыз және оқушы санына көбейтеміз 30-ға. Енді 3-ке 1-ді қосып, өздерің 30-ға көбейтіп, қанша шығатынын өрнектің мәнін табасың. Олар 3-ші тапсырмаға қараймыз. Өрнектер бойынша есептер құрастыр дейді. Бізге гүл 106 теңге және қораптағы сыйлық 221 теңге тұрады дейді. Енді осыға есеп құрастыратын болсақ, 221 теңгеден 3 сыйлық дейді. Оған қосамыз 106 теңгелік гүлді. Сонда 221 теңгеден 3 сыйлығымыз, 3 қорап сыйлығымыз қанша болады дейді. 221-ді 3-ке көбейткенде 663. Оған 106 теңгелік бір роза гүлді қосамыз. Сонда барлығы 769 теңге болады екен. Енді екіншісінде 221 көбейту 2, 221 теңгелік сыйлықтан 2 дана деп алайық. Ал 106 теңгеден 3 дана. Сонда 221-ді 2-ке көбейтесіңдер, 106-ны 3-ке көбейтесіңдер. Екеуіне шыққан санды бір-біріне қосып, екінші өрнектің мәнін өзіміз тауып көрейік. 4-ші тапсырмада теңдеулерді шеш. Бізге 45 бөлу y тең 72 бөлу 8 деген. Енді біз y айнымалын өткізіп алып, тең 45-ті 72-ні 8-ге бөлген кезде 9 болады. Сонда
45/9 деп аламыз. Y тең 45-ті 9-ға бөлген кезде 5 болады. Енді орнына қойып тексереміз. 45-ті 5-ке бөлеміз, 9 болады. 72-ні 8-ге бөлеміз, 9. Сонда теңдіктің екі жағы, оң жағы да, сол жағы да тең. 9, 9. Яғни теңдеуіміз дұрыс деген сөз. Енді екінші теңдеуге қараймыз. 162 қосу x тең 509 азайту 68 дейді. 162 қосу x деп аламыз. 509-дан 68-ді аламыз. 441 болады. X тең. Енді 441-ден 162-ні азайтып аламыз. X белгісіз санды табу үшін. Сонда 441-ден 162-ні азайтқанда 279 болады екен. Енді орнына қойып тексереміз. 162 қосу белгісіз санымыз x-іміз 279-ға тең. Тең 509-дан 68 дағанда 441. 441 тең 441. Сонда теңдіктің оң жағы да, сол жағы да 441-ге тең екен. Теңдеуіміз балалар дұрыс деген сөз. Енді ең соңғы 1000 азайту a тең 146 көбейту 6 деген теңдеуді өзіміз балалар ары қарай жалғастырып шығарып. Балалар 5-ші тапсырмаға қараймыз. 1-ші, 2-ші, 3-ші сынып оқушылары бір апта бойы аналарына сыйлау үшін әшекейлер жасады. Әрбір сынып өздерінің жасаған әшекейлерін санады. Олардың әр күнде бәрі бірге неше әшекей жасағанын тиімді есептеуге көмектесті. Бізде бірінші күн 1-ші сынып 25, 2-ші сынып 17, 3-ші сынып 15. Сонда барлығы қанша әшекей жасады дейді. 25-ке 17-ні және қосамыз 15-ті. Біз тиімді тәсілмен есептеу үшін 25-ті 15-ке қосып 40 болады. Оған 17-ні қоссақ, теңдігі 57. Міне осылай бірінші күні 1-ші, 2-ші, 3-ші сынып оқушылары 57 әшекей жасаған білуге болады екен. Енді 2-ші күні 36, 1-ші сынып, 2-ші сынып 17, 3-ші сынып 34. 36-ға 34-ті қосамыз 70, қосамыз 17-ге, тиімді жолмен есептеу үшін. Сонда 1-ші, 2-ші, 3-ші сынып оқушылары 2-ші күні 87 әшекей жасады. Енді балалар өзіміз ары қарай 3-ші күні 58, 34, 12 сандарын бір-біріне қосып, 1-ші, 2-ші, 3-ші сынып балалар неше әшекей жасағанын табайық. 4-ші күні 39, 25, 11 сандарын қосып, 1-ші, 2-ші, 3-ші сыныптың оқушылары 4-ші күні барлығы қанша әшекей жасады, соны табамыз. 5-ші күні 56, қосу 23, қосу 17. Бұл да өрнекті мәнін тауып, 1-ші, 2-ші, 3-ші сынып оқушылары 5-ші күні қанша әшекей жасаған табамыз. 6-ші күні 1-ші сынып 27, 2-ші сынып 18, 3-ші сынып 13 дейді. Осылардың бәрін өрнектің мәнін бір-біріне қосып, 3 сыныптың 6-ші күні барлығы қанша әшекей тапқанын өзіміз ары қарай есептеп, балалар шығарып жауабын. Балалар енді есеп 6-ға қараймыз, есептерді шығар дейді. Асында бізге анасы дүкеннен 130 теңгеден 4 картоп дейді, 4 килограмм картоп. 130 теңгеден 4 килограмм картопты қанша болған табу үшін 134 4-ке көбейтіп алады екенбіз, балалар. Енді 150 теңгеден 3 килограмм сәбіз сатып алды дейді. 150-ді 3-ке көбейтесіңдер. Сонда қанша картоп, қанша сәбіз сатып алғанын табамыз, және анасы қанша теңге жұмсады. 130-ді 4-ке көбейткенде 4 килограмм картоп 130 теңгеден қанша болатын бағасын табасыңдар. 150 теңгеден 3 килограмм сәбіз қанша болады, көбейтіп алып, картоп пен сәбіздің шыққан санын бір-біріне қосамыз. Сонда анасы картоп пен сәбіз үшін барлығы қанша теңге төленгенін табамыз, балалар. Әсіне қараймыз. Анасы 2 литрлік алма шырынынан 14 құрап,
Ал өрік шырынан одан 4 есе кем сатып алды. Анасы барлығы неше литр шырын сатып алды дейді. Енді анасы 2 литрден алма шырынын 14 қорап сатып алса, яғни 2-ні 14-ке көбейтеміз. Сонда балалар 28 болады. Сонда 28 қорап алма шырын екен. Ал өрік шырыны одан 4 есе кем дейді. Яғни 28-ді 4-ке бөлеміз. Сонда өрік шырыны 7 екен. Енді бізге анасы барлығы неше литр шырын сатып алды дейді. Жаңа 14 қорап 2 литрліктен алма шырыны 28 болды. Ал өрік шырыны 7 болды. Сонда 28-ді 7-ге қосамыз. Сонда анасы барлығы 35 литр шырын сатып алды. Балалар, мысал 7-ні ауызша түсіндіріп өте салайын сендерге. 7-де заңдылықты анықта дейді. Әрбір жағына 2 цифрдан жазып, қатарды толықтыр дейді. Асында бізге көп нүктелер берілген. 2 санды табында дейді, және 6, 8, 10. Соңында 2 санды табу керек екен. Енді бұл жерде біз қарап тұрсақ, 6, 8, 10 сандар бізге белгілі болып тұр. 2 санды кеміту арқылы және 2 санды қосу арқылы белгісіз сандарды табуға болады екен. Енді біз 6-ға 2-ні қоссақ 8, 8-ге 2-ні қоссақ 10, 10-ға 2-ні қосамыз 12, 12-ге 2-ні қосамыз 14. Сонда 10-нан кейінгі белгісіз сандар 12 және 14 болады. Енді алдындағы 6 санынан кейін алдындағы санды табу үшін 6-тан 2-ні азайтамыз. Сонда 4 болады, 4-тен 2-ні азайтамыз. Алдындағы 2 және 4 сандары. Бұл сандар балалар жұп сандар екен. Енді әсіне қараймыз. 6, 7, 10, 11 деген сандар бізге берілген. Енді табу үшін бірінші 11-ге 3 санын және 1 санын қосу арқылы келесі сандар таба алады екенбіз. 11-ге 3-ті қоссақ 14, 14-ге 1-ті қоссақ 15. Енді керісінше 6-дан 3-ті аламыз 3, 3-тен 1-ді аламыз 2. Сонда алдындағы әсінде белгісіз болып тұрған санымыз 2 мен 3 екен.